Uzun boylu, көкшіл көз, ақшыл сары, сындарлы сыр, өткіреді көз жанары. Жүз кісінің ішінде дөмдемендей, ызғар шашып тұратын жар қабағы. Айлар, жылдар өтумен мамаятын, тани білді халқымыз азаматын. Жоңғарлардан халқыңды құтқар деген, халқымыздың сезінді аманатын. Жыл келді 1729. Тарихта аңыр ақай болған аңыз, Қабанбай, Бөгенбай мен Қошыманға ерлігін көрсетіп ет Мамай нағыз. 102 рет шығып ең шайқастарға, қоймадың сен жауларды айқасқанда, қалды еліңе ерлігің аңыз болып, қашалып жазылдатып қой тастарға. Сыр өңірі. Қызылқұмда отырған Боран аяқ сақалдың үйінде үлкен қуаныш. Әнет баба жаңа туған нәрестеге қарап тұр. Мамырда туған мамайы, қайырлы болсын ағайын. Жайшылықта еліңнің малайы бол, жау келгенде батыры, мамайы бол, деп ат қойып бата берді. Мамай Жұмағұлұлы жоңғар шапқыншылығында батылдығымен танылған батырлардың бірі. Абылай ханның сенімді үзеңгілес серігі. Орта жүз Арғын тайпасының тобықты руынан шыққан. Тектілік дегеннен шығады. Заманнан заман өтсе де, жұрт есінде қалған мына бір оқиға Мамайдың кісілігін көрсетсе керек. Яғни 1723 жылғы Еділ Жайық Арал бойындағы ауыр шайқастардың бірінде жасы 20-дан ен тасқан жас Мамай қапылыста жау қолына түсіп қалады. Әйтеуір қолөнершілік қабілеті арқасында көп қорлық көре қоймайды. Яғни аяғына кісен салғанымен қолын бос қояды. Сөйтіп, бұл дұшпандарына ағаш бұйым жасап, амалдап күн өткізеді. Оның үстіне Мамай сыбызғы тартады екен. Мұның ақыры бір сұлу қалмақ қызының бұған ғашық болуымен, ақыры екеуінің бұғаудан амалын тауып қашып шығуына ұласады. Ақыры қалың қалмақ қоямын. Солардың ішінен Жора деген батыр бұлардан қуып жетеді. Сонда екеуі бірін-бірі ала алмай, ат үстінде де, жерде де ұзақ шарпысыпты. Жас Мамай қалжырап бара жатқан бір сәтінде ғашығынан көмек өтінсе, әлгі қай жеңгенің менікі деп тұр дейді. Сол шақта бойын ыза кернеген Мамай бір жақ қолын аса шапшаңдықпен босатып алып, әлгі қалмақты құлақ шекеден бір қойып, есеңгіретіп тастайды. Ілесе беле пышақпен шаптап есіп жібереді. Содан қалмақ батырының атын, оған қоса барлық асайым сүйін және қызды алып елге тартып береді. Бірақ бұл жолы қалмақ қызына бір ауыз сөз айтпайды. Ал елі болса, жас батырдың аман есен, оның үстіне олжалы оралғанына үлкен той жасайды. Сонда бұл әлгі қалмақ қызын Қанжығалы елінің мырзасы Нұрқожаға беріпті. Бірақ ағасына мұның өзі де, баласы да әйелдікке алмауын, тек есігіндегі күні ретінде пайдалануын талап етеді. Бұл бір ғана дерек аңыз Мамайдың жас кезінен опасыздыққа жаны қас болғанын, бір сәттік алданыштан ел мүддесін жоғары қоя білгендігін көрсете ме дейміз. Жекпе-жекке шыққан небәрі 18 жастағы Мамай келбеті аңызда болсын, жырда болсын ұзын бойлы, көкшіл көзді, жүзі ақшыл сары, жанары оқтай өткір, өзгеше жаратылған күш иесі ретінде суреттеледі. Алакөл мен Көкшетеңіз арасындағы қызыл қырғын соғыста жас Мамай ең алдымен қалмақтың Жәңгір батырымен жекпе-жекке шығып, оны жер жастандырғаны сол екен. Соған намыстанған әлгінің туған інісі сенгі деген кезегін күтпестен бұған тап береді. Қанша соғыс дегенмен сол шақта бұл көргенсіздікке, тексіздікке саналса керек. Сондықтан да бойын ашу қысқан Мамай әлгінің найзасымен іліп әкетіп шаңқақ береді. Мамай батырда Абай мен Шәкәрім де бір алтын тамырдан тараған. Тектілікпен даналықтың қос қанатындай ұлы тұлғалар бір бұлақтан бастау алғандай. Мамайдың ерлігі мен Абайдың даналығы, Шәкәрімнің парасаты, барлығы бір тектің қасиетті тамырынан өрген. Мамайдың найзасы мен Абайдың қаламы, Шәкәрімнің жүрегі, бір әулеттің рухани мұрасын ғасырлар бойы жалғаған асыл белгілер.